Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен екі ағзатпен мынандай сарғайып, майланып қалған кастрюльдерді оп-оңай 10-15 минуттың ішінде тазалап алатын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Оның алдында менде қазан тазалау және де таба тазалаудың көптеген пайдалы кеңестер, лайфхактар, видеолар бар. Оларды қарап алыңыздар. Енді кімге қай видео ұнайды, мақұл келеді, соны жасайсыздар ғой. Мен осы екі ағзатпен кастрюльдер тазалап көрейін деп жасап көрдім. 100% нәтижемен берді. Сол үшін сіздерге көрсетіп жатырмын. Қараңыздар, жарты кір сабынды осылай үкіштен өткізіп қайнап тұрған суға саласыздар. Үстіне бір шай кесе ас содасын саламыз да, осылай кастрюльдерімізді салып 10-15 минут қайнатамыз. Егер тағы да ағартып алғыларыңыз келген, қалғанда басқа да ыдыстарыңыз болса, қосып салып жіберсеңіздер болады. Мен мінекей осындай шеттері майланып қалған қақпақтарын салдым. Осы сәтте бетін жауып қайнатсаңыздар да болады. Сол кезде тезірек буланып, мына кастрюльдеріңіз тезірек ағарып тазарып шығатын болады. Мінекей мен әппақ шай кеселерді салдым. Одан да әдемі болып ағарып шықсын деген ниетте. Мінекей осылай қайнап шығады. Бір қатты қайнаған соң астын шамалы жай қоясыздар да, тағы да бір 10-15 минут қайнат жібересіздер. Қараңыздаршы, міне өзі мынандай нелері, шетіндегі сап-сары қатып қалған майлары судың ішінде өзі түсіп жатыр. Мынандай губкамен шамалы ысқалай жерсеңіздер, өзі осылай түсіп таза болады. Ешқандай күш жұмсап жатқан жоқпын. Қазан қыратын сым қолданып жатқан жоқпын. Қараңыздаршы, губканы шамалы сулап аласыздар да, осылай ысқылап шықсаңыздар, өзі таза болып қалады екен. Бұл да кімдер үшін ұнайтын, кімдер үшін мақұл лайфхактардың бірі болуы мүмкін. Сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ешқанша көп зат қажет етпейді. Осындай екі ағзатпен майлы ыдыстарыңызды, кастрюльдеріңізді тазартып, ағартып алыңыздар. Мінекей. Шетінде кетуі қиын майлардың өзі осылай губкамен бір ысқалағанның өзінде түсіп қалып отыр. Не осылай мен ойыма келген лайфхак, оп-оңай екі ағзатпен кастрюльдерімді, майлы ыдыстарымды тазалап алдым. 100% нәтижесін берді. Сіздер де жасап көріңіздер. Осылайша кастрюльдеріміз әппақ әдемі болып жылтырап шыға келді. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын.